Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай M&M's қосылған үй жағдайында өте керемет печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей бізге осындай шоколадный M&M's қажет болады. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, шанышқымен осылай екеуін араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне осы массамызға енді творогымызды салып, тағы да шанышқымен езгілеп аламыз. Менде домашний творог, сіздер кез келген творогты қоссаңыздар болады. Міне енді осы массамыздың үстінен електен өткізілген ұнымызбен разрыхителімізді сала отырып, қамыр илеп аламыз. Бұл жерде бір айта кететін жайт, ұнды аз-аздан салып илегендеріңіз дұрысырақ. Мен басында 350 грамм ұн салған болатынмын, кейін қамырым сұйықтау болып, тағы 100 грамм қостым. Ол әркімнің ұнының сортына байланысты. Менде бірінші сорт ұн болғандықтан 450 грамм қосылды. Міне бізде осындай өте жұмсақ қамыр дайын болды. Сәл қолға жабысуы мүмкін, себебі бұның ішінде творог болғандықтан өте жұмсақ. Міне енді осы қамырымызды видеода көрсетілгендей қолымызбен дөңгелек шариктер жасай отырып, пергамент төселген ыдысымызға қойып шығамыз. Менде бір қамырдың граммы 25 граммдай болды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша дөңгелектей берсеңіздер болады. Міне барлығын осылай дөңгелектеп алдық. Енді осының үстінен видеода көрсетілгендей M&M'стерімізді қойып, үстінен басып шығамыз. Өз қалағандарыңыз бойынша M&M's қойсаңыздар болады. Бұны балалармен отырып жасасаңыздар өте керемет. Балалар қызыға отырып жасайды. Мінекей енді осы печеньелерімізді алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз қазір ғана пісіп шықты. Өте керемет болып шықты. Сіздер де видеоны толық қарап, мен бірге жасап, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де өте қатты ұнайды. Кездескенше сау болыңыздар.